Бәріне сәлем қыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін маған осындай керемет сәлемдеме келді. Бұл сәлемдемені маған Қазақстандағы номер 1 кастомайзер Балнұр ханым жіберіпті. Ендеше бірге ашайық. Ең біріншісі, қараңыз, осындай өз қолымен жасалған этносырғалар екен. Сіз бұл этносырғаларды кез келген өзіңіздің образыңызды толықтыруға қолдансаңыз болады. Сосын осындай көптеген түйменің түрлерін маған жіберіпті. Мыналармен енді бір керемет бұйым шығару керек. Алдағы наурыз мерекелеріне өзіме жилетка тігіп аламын ба деген. Сол жилетканың түймесіне осы Балнұр ханымның түймелерін қолданатын шығар мүмкін. Сосын осы қораптың көлеміндей керемет үлкен бір брош жіберіпті. Мына гүлді мен Балнұр ханымның қалай жасағанын білмеймін, бірақ енді өте әдемі. Кез келген көйлек немесе жакеттің сыртына тақсам, ерекше образ шығатыны сөзсіз. Мен өзім киім тігу, лекалсудан жақсы болсам да, осы дизайнерлік жағым кішкене ақсаңдап тұр. Балнұр ханымға барып үйренуім керек сияқты. Егер сіз де осындай этно әшекей бұйымдарды өз қолыңызбен жасап үйренгіңіз келсе, киіміңізге сән беріп дизайнерлік қабілетіңізді дамытқыңыз келсе, Балнұр ханымның парақшасына өтіңіз. Дәл қазір өзінің сторисінде толық ақпаратты беріп жатыр екен.